Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен қолжетімді ингредиенттерден жасалатын, балалардың сүйіп жейтін осындай жұмсақ әрі дәмді пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар. Пирожки жасау үшін бізге сүт, жұмыртқа, құрғақ тұз, шекер және бөлме температурасындағы май 10 қажет болады. Ыдысымызға сүтіміз бен құрғақ ашытқымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Үстінен шекерімізді салып, ерігенше араластырып аламыз. Оның үстінен жұмыртқамызды саламыз. Соңында тұзымыз бен майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, араластырып, соңында қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың үстінен аздап сұйық май құйып, жақсылап илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, орап, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді 70-80 граммнан бөліп, 20 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Салмасына пюре дайындаймыз. Сүтімізді, тұзымызды, бұрышымызды салып, картопымызды жақсылап езіп аламыз. Көтерілген қамырымыздың ішіне дайындап алған пюремізді салып, видеодағыдай форма жасап аламыз. Жұмыртқамыздың ішіне аздап сүт құйып, пирожкилердің бетіне жағып шығамыз. Пирожкилерімізді қызып тұрған отта 20-25 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Пирожкилеріміз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басуды ұмытпаңыз. Уақыт бөліп қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.